Сәлем балақай. Бүгін біздер 42-ші сабақ не үйрендім, не білдім деген тақырыпта берілген тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Қане оқулыққа назар аудар. Бұл сабақта біздер өтілген тақырыптарды қайталап шығамыз. Бірінші тапсырма: қайсысы ұқсас? Сәйкестендір, айтылуы мен жазылуын салыстыр. Ол үшін біздер алдымен бұл жерде тұрған суреттегі не нәрсе екендігін біліп алайық. Бұл ішік. Келесі бұл тұрған етік. Кәне, қайсысы бір-бірімен сәйкес? Ішік. Бұл жерде берілген сөз үтік, күшік. Ішік деген сөзге күшік деген сөз ұқсас. Солай ма? Ішік, күшік, үтік, етік. Кәне, жазылуы мен айтылуын салыстырайық. Үтік, етік. Бұл жердегі айырмашылық тек қана бірінші әріптерінде тұр. Келесі ішік, күшік. Бұлардың екінші буындары бірдей. Ішік, екінші буыны ішік, күшік, екінші буыны ішік болып тұр. Келесі үтік. Бұл жерде екінші буындары етік бірдей. Келесі тапсырма: толықтырып айт. Ол және олар. Ол әнші. Ол әнші. Келесі олар. Бұл жерде екі оқушы тұр, сондықтан олар. Олар әншілер. Бұл жерде бұл жекеше түрде, яғни тек қана бір оқушы айтып тұр. Ал бұл жерде көпше түрде, өйткені бұл жерде екі оқушы тұр. Келесі үшінші тапсырмада ұйқасын тап. Алдымен бұл жердегі суретте не тұрғандығын тауып алайық. Бірінші суретте бұл. Екінші суретте тұрған жолбарыс. Қане, бірге оқып жайық. Үні ғажап дүлдүл, бақта сайрар бұлбұл. Құйрығы 10 қарыс, бұл айбатты жолбарыс. Бұл жерде ұйқастардың таптық суреті бойынша. Осымен бүгінгі 72-ші сабақта қайталау сабағында берілген тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.